Мен Айджанова Гүлжазира Алуадиновна. Жұмағали Қалдығараев атындағы жалпы білім беретін мектептің биология пәні мұғалімімін. Педагогикалық санатым педагог зерттеуші. Саламатсыздар ма оқушылар, отырыңыздар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз бұрынғы сабағымыздан қарағанда, салыстырғанда кішкене ерекше ашық сабақ түрінде болады. Олай болса кезекшігім бүгін. Кім жоқ сабақта? Түгел, отырау. Жақсы балалар, ары қарай сабағымызды бастамас бұрын менің қолымдан келіп жетондарды алып, осы жетон бойынша әр топқа бөліне қойыңыздар. Келіңіздер. Тез жылдам. Жетонның артында 1, 2, 3 деген сандар бар. Яғни бір санды таңдағандар бірінші топқа, 2 деген сан таңдағандар екінші топқа, 3 деген сан таңдағандар үшінші топқа орналаса қоямыз. Ал отыра қойыңыздар. Болдық па барлығымыз? Топтарға орналасып. Яғни бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, 3 топқа бөліндік. Енді балалар, сабақ басталмастан бұрын кішкене көңіл күйімізді көтеру мақсатында психологиялық ахуал қалыптастырып жіберейік. Бұл психологиялық ахуалдағы тренингтің тақырыбы жүректен жүрекке деп аталады. Яғни орнымыздан тұрамыз, шеңберге. Тұрдық па? Жақсы. Енді әр топтан 2 немесе 3 оқушы осы сыныптың ішіндегі сыныптас достарымызға арнап бір жылы тілек, жылы лебізімізді білдіреміз. Бірінші топ бастай қойыңыздар. Сабақтарыңды беске оқыңдар. Жарайсыз. Үлгілі оқушы болыңдар. Өте жақсы. Күнделіктерің беске толсын. Керемет. Жарайсыздар. Екінші топ. Сәтті өтсін. Күндерің сәтті өтсін. Біреу. Тағы кім айтады? Аспандарың ашық болсын. Өте жақсы, жарайсың. Келесі тағы? Ата-аналарың аман болсын. Ата-аналарың аман. Өте жақсы, жарайсыздар. Енді бірінші және үшінші топқа жүректі қимыл арқылы көрсетейік. Жарайсыздар, өте керемет. Келесі үшінші топ. Болашақтарың жарқын болсын. Жарайсыз. Келесі? Күнде күлімдеп жүрдіңдер. Бүгінгі күніміз сәтті өтсін. Жақсы, жарайсыздар, өте керемет. Кәне жүректі қимылмен көрсетейік. Өте жақсы балалар, керемет, жарайсыздар. Көңіл күйіміз көтерілді ма? Жақсы, отырамыз. Жақсы балалар, үй тапсырмасына не беріліп еді? Өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Нешінші параграф? 39-шы параграф, яғни ми бөлімдері. Енді балалар, дайынбыз ба? Үйге тапсырманы оқып келдік пе? Ендеше сіздердің үйге берілген тапсырмаға қандай дайындықтарын келгендерінде тексеру мақсатында мен WordWall платформасын алып келдім. Яғни мұнда үйге берілген тақырыпқа байланысты сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға қол көтеру арқылы жауап береміз. Балалар, алдарыңызға әрбір оқушыға жеке ми әдісі деп аталатын бағалау парақшасын қойдым. Бұл парақша тақырыбымыз миға байланысты болғандықтан мидың суреті бар. Мидың суретінде балалар 10 бөлікке бөлінген. Яғни біз бүгін қанша ұпай жинауымыз керек сабаққа белсенді қатысып? 10 ұпай, жарайсыздар. Әрбір оқушы жеке тапсырма орындау барысында, егер де тапсырмалардың жауабын дұрыс орындасаңыздар, әрбір бөлекті алдарыңызда тұрған түрлі түсті карандаштармен бояп отырамыз. Түсінікті ме? Мынау сіздердің жеке бағалау парақшаларың болып саналады. Ендеше үй тапсырмасына дайынбыз ба? Жақсы, барлығымыз назарымызды тақтаға аударамыз. Бірінші сұрақ, ересек адамның миының орташа салмағы кім айтады? Мекен? 1300-1400. Қазір қараймыз, тексереміз. 1300, 1400. Дұрыс бекен? Жарайсың. Ол мекенде 1 ұпай. Келесі, екіншісі. Адамның миы неше бөлімнен алады? Орнымыздан тұрамыз. Адамның 3 бөліктен тұрады. 3 бөліктен құралады. Қазір тексереміз. Дұрыс па, бұрыс па екендігін. Дұрыс екен, өте жақсы. Айназда 1 ұпай. Келесі,
Келесі, өткізгіш және рефлекстік қызмет атқаратын ми. Және бере қойыңыздар. Айгүміске бере қойыңыз. Сопақша. Сопақша ми. Қазір қараймыз, тексереміз. Дұрыс па екен? Өте жақсы, жарайсың, отырау. Келесі, мыйшықтың басты қызметі, мыйшықтың аяулым жауабы қимылды үйлестіру. Қазір қараймыз. Дұрыс, өте жақсы, отырау. Келесі, қандай ми зақымдалса, белгілі мүшелерге өткізгіш қызмет тоқтайды және бұдан тіршілік тоқтап қалуы мүмкін. Басқа түгел қол көтереміз. Ақбота. Ортаңғы ми. Ортаңғы ми. Қазір тексереміз. Қате екен. Кім айтады? Сопақша ми екен. Ештеңе етпес. Келесі, мыйшықтың үстіңгі жұқа қабаты не деп аталады? Муслима. Қыртыс деп аталады. Қыртыс деп аталады. Дұрыс па? Өте жақсы. Келесі, көпір сопақша миды қай мимен жалғастырады? Кім жауап береді? Айзере. Ортаңғы мимен. Ортаңғы мимен. Қазір тексереміз. Дұрыс, өте жақсы, жарайсың. Бағалау парақшасын балалар сұраққа жауап берген кезде белгілеп отыруды ұмытпаймыз. Келесі, жүйке жүйесі неше бөлімге бөлінеді? Кімдер тағы басқа? Арайлым. 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Қандай болып? Жұлын және ми болып екен. Дұрыс, өте жақсы. Келесі, ми организмнің жалпы салмағының неше пайызын құрайды? Басқа сайда? 2 пайызын. Ал қарайық тексерейік. Дұрыс, өте жақсы. Келесі, жұлынның жалғасы қайсы ми? Ақбота. Жолының жалғасы сопақша ми. Сопақша ми. Дұрыс, өте жақсы, жарайсың, бір пай. Көз қарашығының көлемі өзгертеді. Қайсы мыйшық? Қайсы басқа? Айтау. Ортаңғы ми. Ортаңғы ми. Дұрыс па? Өте жақсы, жарайсың. Келесі. Қандай ми зақымдалған кезде адамның қимыл қозғалысы бұзылады? Нұрали? Мыйшық. Дұрыс, өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Балалар, үй тапсырмасына барлығыңыз керемет, жақсы деңгейде орындап келген екенсіздер. Енді назарымызды тақтаға аударамыз, балалар. Яғни бұл келесі кезеңіміз бүгінгі өтетін жаңа сабақтың тақырыбын ашу кезеңі болып табылады. Яғни бұл жерде балалар қазір пазл қосымшасы беріледі. Сол пазл қосымша бетшесінде тұрған сұрақтарға қол көтеру арқылы жауап береміз. Ал біріншісі, жолының жалғасы не деп аталады? Қол көтерейік, Ақсұңқар. Жалғасы сопақша ми деп аталады. Сопақша ми деп. Дұрыс па, балалар? Келесі, қорғаныс рефлекстері. Каусар. Жөтелу, түшкіру, көзді жұму. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы, жарайсың, отырау. Келесі, мыйшықтағы алғашқы қыртыс пайда болады. Нелерде? Аяулым. Құстарда. Құстарда екен. Себебі ұшуының күрделігіне байланысты. Өте жақсы. Соңғы сұрақ, балалар. Ойлау, сөйлеу, қиялдау қай ми арқылы жүзеге асырылады? Екінші топта жоқ па айтатындар? Ақбота? Үлкен ми сыңарлары. Үлкен ми сыңарлары. Отырағы. Өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы ашылды суретімен. Яғни бүгін өтеміз, балалар, мидың үлкен бөлімі үлкен ми сыңарлары екен. Үлкен ми сыңарлары қыртысының негізгі бөліктері. Дәптерді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыпты жазып аламыз. Бүгін нешесі, балалар? 20-сы ма? 20-сы, екінші ай, 26 параграф, 38-ші параграф, ми, үлкен ми сыңарлары. Үлкен ми сыңарлары. Дәптерімізге жазып аламыз, балалар, тақырыпты.
Жақсы балалар. Тағы да қайталап өтейін, бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы үлкен ми сыңарлары. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен қызметтерін салыстыру. Сабақтың мақсаты үлкен ми сыңарларының бөліктерін маңдай, төбе, самай, шүйдені анықтап, әрбір бөліктің негізгі қызметін түсіндіреді. Екінші мақсат ми бөлімдерінің құрылысын және қызметін салыстырып, олардың адам ағзасындағы рөлін мысал арқылы дәлелдейді. Жақсы оқушылар, ендеше назарымызды тақтаға аударамыз. Қазір тақтада бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша шағын видеороликті тамашалаймыз. Сәлеметсіздер. Бүгін біз адам миының ең күрделі бөлігі үлкен ми сыңарларына саяхат жасаймыз. Елестете көріңдер, ми ақылы басқару қаласы. Бұл қала екі қанаттан тұрады. Сол және оң жақ. Олар бір-бірімен беріп көпір арқылы байланысып, үнемі келісіммен жұмыс істейді. Бірі бастаса, бірі жалғастырады. Бірі ойласа, бірі тоқтатады. Енді осы қаланың төрт маңызды ауданымен танысайық. Маңдай бөлігі қаланың басшысы. Ол жоспар құрады, шешім қабылдайды, әрекетті басқарады, сөйлеуге көмектеседі. Біз мақсат қойып ойымызды жеткізсек, осы бөлік белсенді жұмыс істейді. Төбе бөлігі сезімге қарайсыз. Жанасу, ауырсыну, суық пен жылуды сезу, кеңістікте батырға қарау, бәрі осы жерге өңделеді. Біз әлемді тек көру ғана қоймай, сезімімізде. Самай бөлігі дыбыс пен жады. Дыбысты есту, сөзді түсіну, таныс әлемді тану, естеліктерді сақтау. Осы бөлімнің қызметі. Ол біздің өткенімізді бүгінмен байланыстырады. Шүйде бөлігі, көру экраны. Көзден келген ақылдар бәрі осы жерге өңделіп, анық бейнеге айналады. Біз көрген әрбір сурет осы бөлімнен өңделеді. Ал екі жарықшақтың өзара жұмысы ерекше қызық. Көп жағдайда сол жақ логикаға, тілге, есепке бейімделеді. Ал оң жақ қиялға, бейнеге, шығармашылыққа жақын. Бірақ ең маңыздысы олар бөлек емес. Олар бірге жұмыс істегенде ғана біз ойлаймыз, сеземіз, елестетеміз, сөйлейміз, шешім қабылдаймыз. Қорытындыға айтқанда, үлкен ми сыңарлары біздің ойларымызды, сезуімізді, көруіміз бен естуімізді үйлестіретін нағыз ғажайып басқару. Ендеше осы үлкен ми сыңарлардағы бүгінгі сабақта бірге анықтайық. Жақсы балалар, жаңа сабағымызға байланысты қысқаша түсінік беріп өтейін. Ми дейді эволюцияның ең маңызды мұраты болып табылады. Яғни ми ол орталық жүйке жүйесінің екінші және әрі маңызды бөлімі екен. Ол бас сүйегінде қорғаныш қабаты орналасқан. Омыртқалы жануарларда ми эволюциясы ерекше жолмен жүреді дейді. Яғни неғұрлым жоғары құрылымды жануарларда ми айтарлықтай дамыған. Келесі мидың ерекше құрылысы бірінші сұр заттың орналасу. Яғни жұлынға қарағанда керісінше сұр зат мидың сыртқы бөлігінде орналасады. Ол нейрондардың денелерінен және ақпараттарды өңдеуге жауапты. Ағзаттың орналасуы ағзат мидың ішкі бөлігінде болады. Миеленді аксондарда ағзат әртүрлі ми тармақтарын байланыстырады. Алдыңғы мидың дамуы балалар, бұл сұр зат алдыңғы миды түзеді және жоғарғы құрылымды омыртқалардың бұл бөлімі басқа бөлімдерге қарағанда әлдеқайда жақсы дамыған екен. Енді балалар, үлкен ми сыңарлары жаңағы видеороликте көрсетілгендей неше бөлікке бөлінеді деді балалар? 4 бөлікке бөлінеді, яғни 4 үлкен ми сыңарларының терең жүргілері 4 негізгі бөлімге бөлінеді екен. Әрбір бөлім өзіндік жеке-жеке ерекше қызмет атқарады. Маңдай бөлімі, төбе бөлімі, шүйде бөлімі және самай бөлімі екен. Енді балалар менің қолымда арқылы көрсететін болса, мынау ми бөлімі, мына жерде маңдай бөлігі, төбе бөлігі, самай бөлігі, екі самай және шүйде бөліктері екен.
әрбір бөліктердің балалар жеке атқаратын қызметтері бар. Енді қысқаша тоқталып өтетін болсақ, балалар, маңдай бөлімі бұл өте күрделі құрылым болып саналады. Себебі жоғары жүйке қызметіне жауапты адамның ойлауы, мінез-құлқы, мотивациясы, зейіні, қиялдау орталықтарының барлығы осы маңдай бөлімге орналасқан екен. Келесі екіншісі балалар, ол төбе бөлімі. Төбе бөлімі тері бұлшықет сезімталдығына жауап береді екен. Яғни тері рецепторларынан ақпарат келіп түседі. Ол ең сезімтал ағзалар, яғни біздің қол саусақтарымыз, тіліміз және ерніміз көбірек орналады екен. Келесі шүйде бөлімі, яғни көру орталықтары орналасқан, көзден кез келген визуалды ақпараттарды өңдейді және түсіндіреді. Әріптерден сөз құрастыруға жауапты бөлімі бұл шүйде бөлімі болып табылады екен. Келесі самай бөлігі, яғни бұл есту орталықтары орналасқан, дыбыстарды қабылдау мен өңдеу жүреді, естіген сөзді түсінуге жауап беретін орталықтар болып табылады. Жақсы балалар, ендеше жаңа сабағымыз тақырыбы туралы толық түсінікті ме барлықтарыңызға? Түсіндіңіздер ме? Жақсы. Ендеше енді бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Сол тапсырмалардың алғашқысы балалар, біріншісі жеке тапсырма. Яғни бұл тапсырма балалар Сингапур әдісі деп аталады. Яғни цин, райт, жия. Бұл жерде қазақшасы балалар ойланамыз, жазамыз және жазғанымызды ортаға сыныптастарымызбен бөлісеміз. Бұл тапсырма балалар жеке орындалады және толық дәптерімізге орындап болғаннан кейін соңында қысқа жауаппен бір-бірімізге бөлісуге болады екен. Біріншісі цин, яғни ойлан. Төмендегі сұрақтарға ойланып жауап береміз. Егер адам жоспар құрып шешім қабылдаса, қай бөлік жұмыс істейді? Егер адам дыбысты естіп сөзді түсінсе, онда мидың қай бөлігі белсенді болады? Егер адам көзбен көрсе, қай бөлік жұмыс істейді? Егер адам жанасуды ауырсынуды сезінсе, қай бөлік қатысады? Яғни бұл берілген сұрақтарға ойлана отырып жауап береміз. Екіншісі балалар, дәптерімізге кестені сызамыз және кестені сызып, жазып толтырамыз. Ми бөліктері берілген үлкен ми сыңарлардың, маңдай бөлігі, төбе бөлігі, самай бөлігі, шүйде бөлігі, яғни әрбір бөліктің кестеге атқаратын қызметтерін жазамыз. Толық жазып болғаннан кейін әрбір оқушы жеке өз жауаптарыңызбен бір бөлікті таңдайсыздар, мидың бір бөлігін, және сол туралы қысқаша түсінік бересіздер. Енді бұл тапсырма бойынша құндылықтарымыз балалар, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, ғылыми терминдерді дұрыс қолданып, нақты жауап беру болып табылады. Жеке тапсырмасына балалар қойылатын ұпай сіздерге, егер де мына тапсырмалардың барлығы толық орындалатын болса, онда қолдарыңызда бағалау дискрипті парақшасына 3 деген ұпайды қоямыз. Толық дұрыс орындалғаннан кейін. Яғни 1 балл үлкен ми сыңарлардың бөліктерінің кемінде 2-ін дұрыс айтады оқушылар және олардың қызметін жартылай түсіндіреді. Яғни осы кезде өзімізге 1 ұпай қоямыз. Келесі 1 ұпай, ми бөліктерінің 3-ін дұрыс айтады және негізгі қызметін дұрыс жазады. Келесі 3-ші ұпайымыз, яғни 1 балымыз, маңдай, төбе, самай, шүйде бөліктерін толық әрі дұрыс атайды, әр бөліктің қызметін нақты әрі түсінікті түрде жазады. Кемінде 1 жаңа өмірлік мысалмен дәлелдейді екен. Яғни сіздердің жеке тапсырмаға байланысты бағалау дискрипторларыңыз осы бойынша өздеріңізді бағалайсыздар балалар. Ендеше дәптерімізге кестені сызып орындаймыз. 3 минут уақыт берем, сол аралықта жылдам орындай қойыңыздар. Кестені балалар дәптерімізге жазып жазбаша орындаймыз. Жақсы балалар, ендеше жеке жұмыстың тапсырмасын дәптерге барлығымыз жауабын орындап болдық па? Жақсы, жарайсыздар. Ендеше бірінші
коэффициент, яғни ойлан бөліміне берілген сұрақтарға жауап беріп өтейік. Бірінші сұрақ балалар, егер адам жоспар құрып шешім қабылдаса, мидың қай бөлігі жұмыс жасайды? Көңілжай. Маңдай бөлігі. Маңдай бөлігі. Дұрыс па? Жақсы, жарайсыздар. Отыра ғой. Келесі, екіншісі. Егер адам дыбысты естіп, сөзді түсінсе, қай бөлігі белсенді? Екінші қатар айта қойыңыз. Самай бөлігі. Самай бөлігі. Дұрыс па балалар? Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Егер адам көзбен көрсе, мидың қай бөлігі жұмыс жасайды? Көзбен көрсе, үшінші қатар шүйде бөлігі екен. Отыра ғой. Соңғысы, егер адам жанасуды, ауырсынуды сезсе, қай бөлік қатысады? Ақсұңқар? Төбе бөлігі. Төбе бөлігі екен. Жақсы, жарайсыздар. Осымен ойлан бөлімдегі сұрақтар болды, иә? Енді екінші кестені дәптерге жазып орындадық. Солай ма? Ал кім дайын? Қол көтереміз, қол көтереміз. Бірінші маңдай бөлігі, яғни ол маңдай бөліктің атқаратын қызметі қандай? Малика? Маңдай бөлігі ойлау, мінез құлық, мотивация, зейін, қиялдау, сөйлеу қызметтерін атқарады. Дұрыс па балалар? Дұрыс, өте жақсы, жарайсыз. Балалар, қолдарыңыздағы бағалау парақшасына бояуды ұмытып кетпеңіздер. Екінші, төбе бөлігі. Назым. Төбе бөлігі тері, бұлшық ет, сезім талдығына жауап береді. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсың. Соңғысы, самай бөлігі үшіншісі, соңғысы емес екен. Үшіншісі, Нұрай. Естуді, тілді түсінуді және есте сақтауды қамтамасыз етеді. Дұрыс па балалар? Дұрыс, өте жақсы, жарайсың. Соңғысы балалар, соңғы шүйде бөлігі. Айкүміс, айтағы жауабын. Көру орталықтарын орналасқан орын. Дұрыс па балалар? Шүйде бөлігі. Дұрыс, өте жақсы, жарайсыздар. Қолдарымыздағы бағалау парақшасын толтырамыз. Өте жақсы, керемет. Осымен балалар, жеке тапсырма бөлімі аяқталды. Енді келесі бөліміміз балалар, бұл балалар Learning Apps платформасы бойынша, ол жерде балалар сілтеме QR-код беріліп тұр, яғни қазір осы сілтеме немесе QR-код арқылы ұялы телефондарымызды аламыз қолымызға, сілтеме арқылы тапсырмаға берілген тапсырмаларды орындаймыз. Екі оқушы тақтаға шығамыз, қалғандарымыз отырған орнымызда орындай берсеңіздер болады. Енді балалар, бұл тапсырманың ережесін түсіндіріп өтейін. Бұл жұптасып орындалатын тапсырма балалар, тапсырма атау ми бөлімдері деп аталады, яғни құрылысы, қызметі мысал келтіреміз. Тапсырмаларды сәйкестендіру, яғни оқушылар бұл жерде сіздер ми бөлімдерін, олардың құрылысын, қызметін және өмірлік мысалмен жаңағы сәйкестендіреміз. Бұл жерде маңдай бөлігі, төбе, самай бөлігі және шүйде бөліктері берілген. Бұл тапсырма бойынша балалар құндылықтарымыз жалпы ғылыми терминдер дұрыс қолданып, дәлме-дәл жауап беру керек екен. Енді бағалау дескрипторы 1 балл қай кезде беріледі балалар? 2 ми бөлімін дұрыс, нақты сәйкестендірген кезде 1 ұпай беріледі. Екінші 1 ұпай қай кезде беріледі? Яғни бұл мидың 3 бөлімін дұрыс сәйкестендіреді. Тағы 1 балл беріледі, бұл мидың 4 бөлімін толық әрі дұрыс сәйкестендіріп, мысалдарды дұрыс таңдаған кезде. Яғни балалар, бұл жерде берілген тапсырманы толық орындасаңыздар, онда әрбір оқушыға жеке толық бұл бөлім бойынша 3 ұпай беріледі. Ендеше тақтаға кім шығады? Жұптасып орындаймыз балалар. Жақсы балалар, ендеше тақтада жұп болып орындайтын тапсырмалар беріліп тұр, е? Әр топтан 2 оқушы келіп, жұптасып жылдам орындай қоямыз. Кім шығады тақтаға? Кім? Назым, Айкүміс келе қойыңыздар. Оқы берілген енді. Үлкен ми сыңарларының алдыңғы бөлігі. Мидың қай бөлігіне жатады?
маңдай сияқты. Сәйкес сен апар. Келесі. Наз. Қызметі сезімталдық, жанасы ауысыну, төбе бөлігі. Иә. Келесі. Екінші топтан екі оқушы. Екінші топтан келе қойыңыздар, екі оқушы. Кел. Иә. Музыканы тыңдап, сөзді түсіну, самай бөлігі. Келесі. Көру қызметі, шүйде бөлігі. Шүйде бөлігі. Жақсы, жарайсыздар. Келесі. Кітаптағы мәтінді көру. Көру қай бөлікке жататын еді? Көру. Қай бөлік? Шүйде бөлігі. Шүйде, иә. Отыра қойыңыздар. Келесі. Тағы кім шығады? Тағы бірінші топтан. Құрылыс, ми сыңарларының жоғарғы және ортаңғы бөлігі. Мидан қай бөліміне жатады? Шүйде бөлігі. Шүйде бөлігі. Келесі, екінші қатардан кім шығады? Бірінші қатардан. Келе қойыңыздар. Муслима, Айзере келе қой. Ми сыңарларының артқы бөлігі шүйде бөлігіне жатады. Ыстық затқа тигенде қолын тартып алады. Иә. Сезімтал қай ми бөлігінде еді балалар? Төбе. Төбе бөлігіне жатады. Төбе бөлігінде екен. Келесі кім шығады? Бірінші қатар. Айолым келе ғой. Әнәс екен келе. Есту, есте сақтау қызметі. Иә. Есту, есте сақтау, ол қай бөлігі? Иә. Дұрыс, самай бөлігі. Қорықпаймыз. Тезет сәйкестендіреміз. Айолым. Ми сыңарларының бүйір жағында. Иә, ми сыңарларының бүйір жағында орналасқан қай бөлік? Қайсы бөлік еді балалар? Самай бөлігінде екен. Деп сәйкестен. Қолдау дейін, иә? Жақсы балалар. Осымен жұп болып орындайтын тапсырмамыз аяқталды. Қалғандарымыз ұялы телефонмен орындадық па? Қайсы бір көрсетіп жіберейікші? Қайсы қарайық? Дұрыс, Айзеренкі толық дұрыс екен. Әне? Арайлым, орындаған жасма? Нұрәли, көңіл жай? Өте жақсы. Басқа? Нұрай, барлығын жақсы. Жақсы, жарайсыздар балалар. Бағалау парақшасын бояуды ұмытпаймыз. Жақсы балалар, енді келесі бөліміміз топтық тапсырма, яғни топтағы оқушылар барлығымыз ауызбіршілікте бірлесе отырып орындаймыз. Пиза тапсырмасы бойынша берілген тапсырмаларды жауабын парақшаға жазамыз. Енді ендеше назарларымызды тақтаға аударайық балалар. Келесі бөлім топтық жұмыс. Енді пиза тапсырмасына байланысты берілген мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы балалар, енді пиза тапсырмасы, яғни сіздердің функционалдық сауаттылықтарын арттыру мақсатында. Бұнда тақырып беріліп тұр, тақырыптың аты, мәтін беріліп тұр, мәтіндегі тақырыбы солақай адамдардың ерекшелігі деп аталады. Яғни мәтінге шолу жасау өтетін болсақ, балалар, зерттеушілер бойынша дейді, адамдардың шамамен 15% солақай болады екен. Яғни сол қолмен жазатын, Ғалымдар дейді, олардың шығармашылыққа бейімділігін жиі зерттейді екен. Кейбір зерттеулер солақай адамдарда миының оң жартышары белсендірек болатынын, жұмыс істейтінін көрсетеді. Ал оң жартышары қиял, музыка, бейнелеу, өнер сияқты шығармашылық әрекеттермен байланысты. Алайда дейді, олар солақай адамдар бірдей шығармашылық қасиетке ие емес дейді. Міне осындай балалар, шағын мәтін берілген, осы мәтінді мұқият оқимыз, танысамыз, қараймыз, осы мәтінге бар зейінімізді қоя отырып, төмендегі берілген 3 тапсырманы орындаймыз. Яғни бірінші сұрақ беріліп тұр, 4 жауап бар, 4 жауаптың ішінде нақты дұрыс жауабын табамыз.
Келесі екінші, бұған балалар егер дұрыс тапса 1 ұпай беріледі. Келесі екінші тапсырма қысқа жауап беруіміз керек. Яғни қысқа жауапты қалай береміз? Ол үшін мына сұраққа жауап беруіміз керек. Егер ми жаршарларының қызметі дейді шығармашылыққа әсер етсе, онда неге барлық солақай адамдар өнерге бейім емес? Яғни өз жауабымызды кем дегенде 2-3 сөйлеммен түсіндіріп өтеміз. Бұған толық жауап берсек, балалар 1 ұпай беріледі. Келесі үшінші тапсырма, бұған да толық жауап берсек 1 ұпай беріледі. Яғни ми жаршарлары мен олардың атқаратын қызметтері көрсетіліп тұр. Яғни әрбір миды дұрыс қызметтермен сәйкестендіріп орындаймыз. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Ендеше қолдарыңа берілген парақшаға жауабын дұрыс орындаймыз. Бағалау дескрипторы толық нақты жауап берген оқушыларға 3 ұпаймен бағаланады. Бірлесіп, топта ақылдасып отырып, барлығымыз ауызбіршілікте бірге орындаймыз. Яғни бұл бөлім топтық тапсырма деп аталады. Бағалау дескрипторын балалар қолымыздағы бояуды ұмытпаймыз. Яғни 1 ұпай бірінші тапсырманы дұрыс орындаған үшін беріледі. Келесі 1 ұпай екінші тапсырманы кемінде біреуі дұрыс ғылыми түсінікті жазады. Ал келесі үшінші 1 ұпай 3 тапсырманы толық дұрыс сәйкестендірген кезде толық 3 ұпай беріледі. Жақсы балалар, пиза тапсырмасы бойынша берілген тапсырмалар толық орындадық па барлығымыз? Жарайсыздар. Ендеше бірінші тапсырмаға кім жауап береді? Кім? Муслима, айта ғой. Біз тобымызбен ақылдаса отырып, солақай адамдардың әдебиет пен өнерге бейімді болуының негізгі себебі қандай деген сұраққа біздің жауабымыз олардың миының 10 жарты шары белсендірік жұмыс істейді. Дұрыс па балалар? Өте жақсы, керемет, жарайсың, дұрыс. Келесі екінші тапсырмаға, үшінші топ па? Үшінші топ. Біз тобымызбен ақылдаса отырып, екінші сұрақтың жауабы, егер ми жарты-шарларының қызметі шығармашылыққа әсер етсе, онда неге барлық солақай адамдар өнерге бейім емес деген сұраққа шығармашылық қабілет тек мидың құрылысына ғана емес, сонымен қатар тәрбиесіне және еңбекқорлығына байланысты. Жақсы. Толықтыратын бар ма тағы? 2-3 сөйлемен деп тұр ғой. Назым, бар ма жауап? Ақсұңқар, болдық па? Жақсы, жарайсыздар. Соңғы тапсырма сәйкестендіру. Бірінші топ кім айтады? Яғни кесте беріліп тұр, сол кесте бойынша сәйкестендіреміз. Біз тобымызбен ақылдаса отырып, бірінші сол жақ жартышар, логика, математика, сөйлеу. Екінші оң жақ жартышар, музыка, қиял, бейнелеу өнері. Дұрыс па балалар? Дұрыс, өте жақсы, жарайсыздар. Қолдарымыздағы тапсырмаға дұрыс жауап берген оқушылар, балалар бағалау парақшасын дескрипторын бояуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырма балалар, бірінші топ жауап бердік пе? 1-ге, 2-ге. Бірінші топ, 3 тапсырма толық жауап бердік пе? Жарайсыздар. Үшінші топ, 3 тапсырма, үшеуіне де жауап бердік пе? Екінші топ, 3 тапсырма, үшеуіне де жауап берілді ме? Жақсы, жарайсыздар. Қолдарыңыздағы бағалау дескрипторды онда бағалай қойыңыздар. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарыңыз өте керемет белсенді қатыстыңыздар, жарайсыздар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс, яғни рефлексия жасап жіберейік. Яғни бұл рефлексия 3-2-1 деп аталады, яғни бүгінгі тақырып бойынша менің бүгінгі ой ізім деп аталады. Бұл жерде қолдарыңызға қазір балалар, оқушылар қазір сабақты қорытындылаймыз, алдарыңызға парақша беремін. Бұл парақшаға бүгінгі тақырып бойынша нақты үйренген 3 жаңағы анықтамаларыңыз жазасыздар, 2 ұсыныстарыңыз жазасыздар, 1 деген сан бойынша балалар түсінбей қалған сұрақтарыңызды қоясыздар. Яғни мына парақшаға аты жөндеріңізді жазып, 3 анықтама жаңа сабаққа байланысты, 2 пікір ұсыныстарыңызды, 1 түсінбей қалған сұрақтарыңызды жазамыз. Осылай кері байланыс жасайды. Түсінікті ме? Әрбір сұрақтың үстіне ат жөндерімізді жазып кетеміз балалар.
Иә. Бірлесіп, тез жылдам жауап бере қойыңыздар. Жаза беріңіздер, әр жеріне жаза беріңіздер. Яғни бүгінгі жаңа сабаққа байланысты алған білімдерімізді қорытындылау мақсатында кері байланыс жасаймыз, балалар. Жақсы оқушылар, бірінші топ кері байланыс жасап жүрейік. Яғни бүгінгі сабағымыз бойынша не үйрендік, не білдік, не түсіндік, түсінбей қалған сұрақтарыңыз бар ма? Аяру? Біз бүгін ми бөліктерін және үлкен ми сыңарларын үйрендік. Жақсы, енді келесі екінші топ кері байланыс жасай қойыңыздар. Біз бүгінгі сабақта ми туралы көп мәлімет білдік. Үлкен ми сыңарларын толық меңгердік. Шүйде бөлігі, самай бөлігі, төбе бөлігі, мандай бөлігі, көп мәліметтер алдық. Жақсы оқушылар, бірінші топ, екінші топ кері байланыс жасады. Енді үшінші топ, сіздер кері байланыс жасай қойыңыздар. Яғни бүгін тақырып бойынша не түсіндік, нені үйрендік, нені білдік? Бүгін біз үшінші топ үлкен ми сыңарлары туралы өте көп мәліметтер алдық. Мидың бөліктерімен таныстық және олардың қызметтерін білдік. Қай ми сыңарларын бөліктері? Қандай ми? Үлкен ми сыңарлары бөліктері туралы түсіндік. Жақсы, жарайсыздар. Жақсы оқушылар, бүгін сабағымызға бірінші, екінші, үшінші топ оқушылар барлықтарыңыз белсенді қатыстыңыздар. Яғни сабақ барысында берілген жұптық, жеке, топтық тапсырмалардың барлығы орындалды. Сабақ өз мәресіне деңгейінде өткізілді, өз мәресіне жетті. Ендеше қолдарыңызда бағалау парақшаларыңызды маған таратып бере қойыңыздар. Сол бойынша бүгінгі сіздерді бағалап жіберейін. Аяулым 10 балл, өте жақсы, жарайсың. Нұрай 10 балл, сабақ басталғаннан аяғына дейін белсенді қатысып отыр. Жансезім 10 балл, Ұлмекен 10 балл, Кәусар 10 балл, Аяру 10 балл. Жарайсың, марапаттаймыз. Келесі екінші топ, тезет жинап бере қойыңыздар. Екінші топта Муслима 10 ұпай, Айзери 10 ұпай, Малика 8 ұпай, Айнас 10 ұпай бүгінгі сабақтарың бойынша алып отыр. Жарайсыздар. Марапаттаймыз, балалар. Келесі үшінші топ бойынша, балалар. Айгүміс белсенді қатысы өте жақсы, жарайсың 10 ұпай. Көңілжай 7 ұпай. Ақсұңқар жарайсың өте керемет 10 ұпай. Нұрәли 7 ұпай. Ақбота өте жақсы керемет 10 ұпай. Назым 10 ұпай. Жарайсыздар, бала. Бүгінгі сабақ бойынша алған білімдеріңіз осындай ұпаймен бағаланады. Жақсы, балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Сабаққа белсенді қатысқан оқушылар барлықтарыңызға мың алғыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.